Кемелденген адам Жапонияда жауынгерді сақ болуға және сезімтал болуға тәрбиелейді. Бұл оқытудың негізі болып табылады, ал қалғаны қосалқы. Семсерлесу өнері, садақ ату өнері, бұлар тек сақтықты жетілдіру құралы. Ринзай шебер туралы оның садақ атудан үнемі табысқа жете бермейтіндігі айтылады. Оның жебесі жиі нысандардан сырт кететін. Ал ол ең мықты садақшылардың бірі деп танылған болатын. Неге ол мықты садақшы деп саналады деп сұрағанда, оның шәкірттері айтты. Бұл нысананың соңы емес, бұл бастауы. Біздің нысанаға тиген жебеге қатысымыз жоқ. Біз өз жолын бастаған жебеге қараймыз. Ринзай шәкірттерінің ішінде атақты садақшы болды. Ол күн сайын садақ атуды үйренеді және оның жебесі нысанаға дәл тиетін. Ринзай оған, жоқ, бұл сәтсіздік. Техникалық жағынан жебе дұрыс ұшады, бірақ сен толық осы жерде емессің. Сен түсіңде сақтығыңды жоғалтып жатырсың. Бір күні Ринзайға олардың жеріне садақ атудан мықты өнер көрсететін белгісіз бір шебердің келгендігі туралы хабарлайды. Ринзай көруге барады. Шынымен де ол адам шеберлігімен таң қалдырды. Ол нысананы көздеп, адырнаны тартқан кезде оның шынтағының үстіне су құйылған ыдыс қояды. Сол күйде ол садағын ата бастайды. Бірінші жебе нысанаға тигенде, екіншісі адырнада тұрады да, және оның соңынан бірден үшіншісі жалғасады. Өзі болса тіпті қозғалмайды да. Осының бәрін көрген шебер айтты. Сенің ату шеберлігің жақсы, алайда бұл тек қана шеберлік. Сырттан сен мүсін сияқты көрінесің. Қазір биік тауға барайық. Шеті құз жартаста тұрып, сен сол жерден ат. Олар тауға шықты. Тереңдігі мыңдаған метр құз жартаста тұрған шебер артқа шегінді. Оның табанының 1/3 бөлігі ауада шыңырау үстінде қалықтап тұрды. Енді ол садақшыға жанына келіп тұруды және атуды ұсынды. Ол жақындап келіп төменге қарағаннан аяғы дірілдеп, өңі қуарып кетеді. Шебер сол тұрған күйінде сөзін жалғастырып, кемелденген адам көкке көтеріле алады, лай суға сүңгиді, немесе әлемнің барлық 8 шектеуінде саяхаттай алады, және оның жаны еш өзгеріске түспейді. Бірақ сен діріл белгілеріңмен алдандың, көздерің шошыды. Енді сен нысанаға тигіземін деп ойлайсың ба? Нысанаға дәл тигізу үшін не істеу керек? Ішкі тыныштықты сақтаған жағдайда адамның ойы қандай болады? Ішкі тыныштықты сақтаумен байланысты мысалдар келтіріп көріңіз. Қалай ойлайсыздар? Қай кезде адам ішкі тыныштығын жоғалтады? Өз жауаптарыңызбен мысалдар айта кетіңіздер.